Қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге жасалу жолы оңай, өте керемет болып шығатын бисквитті рулетті үйрететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмыртқаларды жарып аламыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болу керек. Сол кезде бисквит жақсы көтеріледі. Жұмыртқа да бөлме температурасында кем дегенде 1 күн тұрған болу керек. Сол кезде бисквит өте жақсы көтеріледі. Осылай жақсылап миксерлеп, аз-аздан қантымызды салып миксерлейміз. Жұмыртқамыз аппақ болып көтерілгенше. Жақсылап жоғары жылдамдықта миксерлейміз. Мінеке, жұмыртқаларымыз осылай әдемі болып көтеріледі. Міне қараңыз. Содан соң ванилинімізді салатын боламыз. Міне ванилинді салдық. Енді 1 секунд миксерлеп жібереміз. Миксерлеп алдық. Енді миксердің бізге қажеті жоқ, алып тастаймыз. Содан соң қасықтың көмегімен осылай ақырын-ақырын ұнымызды араластыратын боламыз. Өте ақырын араластырыңыздар, себебі жұмыртқамыз өзінің көлемін жоғалтуы мүмкін. Осылай жартылай ұнымызды салып араластырып алдық. Ақырын. Енді жылы сүтімізді құятын боламыз. Сүтіміз жылы болу керек. Осылай ақырын араластыра отырып, сүтімізді құйып алдық. Енді қалған ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Түйіршіктер болмау қажет. Міне осылай әдемі өте нәзік қамыр дайын болды. Енді пергамент қағазы төселген листімізге салып аламыз. Енді қасықтың көмегімен осылай түзулеп шығатын боламыз. Бәрін бірдей түзу ету керек. Сол кезде рулетіміз түзу, әдемі болып шығады. Мінеке, бәрін түзулеп алдық. Енді бетін осылай түзулеп жібереміз. Енді алдын ала қызып тұрған пешімізге 180 градуста пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Корж дайын болғанша кремін жасаймыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды жақсылап миксерлеп аламыз жоғары жылдамдықта. Сары майымыз бөлме температурасында болу керек. Кем дегенде 1 күн тұрған болу керек. Сол кезде сары майымыз өте жақсы миксерленеді және де креміміз өте керемет болып шығады. Сары майымыз осылай ақ түске енгенше жоғары жылдамдықпен тоқтаусыз миксерлеп аламыз. Мінеке, осылай аппақ болады. Содан соң вареный сгущенкамызды салатын боламыз. Вареный сгущенкада бөлме температурасында болу қажет. Енді осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Сары май мен вареный сгущенка жақсы араласқанша. Жоғары жылдамдықта араластырыңыздар. Сол кезде креміміз өте керемет болады. Міне, креміміз дайын болды. Енді кондитерский мешокқа бәрін салып аламыз. Креміміз осылай қою әдемі болып шығады. Кремнің бәрін кондитерский мешокқа салып алдық. Коржымыз дайын болды. Енді құрғақ сүлгімізді қойып, бетіне коржымызды аударып, пергамент қағазын алып тастаймыз. Сүлгі міндетті түрде құрғақ болу қажет. Мінеке, пергамент қағазды алып тастадық. Пергамент қағазды алған кезде ақырын алыңыздар, себебі коржымыз кесіліп кетуі мүмкін, сынып кетуі мүмкін. Осылай енді корждың түзулеп кесіп аламыз. Міне, кесіп алды. Енді жылы сүтімізге азырақ қантымызды қосылып, осылай араластырып, коржымызға жағып шығатын боламыз. Осылай жылы сүтімізді коржымызға жағып шықса, коржымыз өте жұмсақ, өте нәзік болады.
Осылай бәрін әдемілеп жағып аламыз. Сүтімізді бәріне біркелкі бірдей етіп жағыңыз. Мінекей бәрін әдемілеп жағып алдық. Енді кремімізді осылай жағып шығатын боламыз. Кремнің бәрін жағып алдық. Енді түзулеп бәріне бірдей етіп жағамыз. Бәріне бірдей етіп жағыңыздар. Сол кезде рулетіміз бірдей дүп-домалақ болып оралатын болады. Егер де кремді бір жерге көп, бір жерге аз жағатын болсаңыздар, рулеттеріңіз оралған кезде қисық болып қалуы мүмкін. Мінекей жақсылап түзу жағып алдық. Енді осылай қолдың көмегімен кішкене қайтарып, содан соң сүлгімен орайтын боламыз. Коржды міндетті түрде сүлгімен ораңыздар. Сол кезде корждарыңыз сынып кетпейтін болады. Мінекей осылай сүлгінің көмегімен орап алдық. Енді тәрелкемізге коржымызды салатын боламыз. Осылай бәрін салып алдық. Қалған кремді осылай бетіне сәндеп, гүлдеп шығатын боламыз. Содан соң жанына қалып кеткен кремдерді де жағып қоямыз. Бәрін кремнің жағып алдық. Енді ерітілген шоколадымызды осылай жанына жағып шығамыз. Кез келген шоколадты қолдансаңыздар болады. Содан соң кокосовая стружкамызды осылай сеуіп, қолдың көмегімен осылай жанына жағып шығамыз. Осылай бәрін шоколадтың үстінен жағып шығамыз. Содан соң екінші бетіне де ерітілген шоколадымызды осылай жағып шығамыз. Менде шоколад Альпен-Гольд. Альпен-Гольдтың өзін ерітіп, осылай жаға салдым. Содан соң кокосовая стружкамызды осылай сеуіп шығамыз. Мінекей бәрін сеуіп, әдемі етіп шықты. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Кремнің үстіне сосын осылай аз-аз кокосовая стружкамызды сеуіп шығамыз. Осымен рулетіміз дайын. Кем дегенде холодильникте 4-5 сағат тұрғызып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау, сәлеметте болыңыздар.